Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Еліміздің мерекелік күнтізбесі жаңа даталармен толықты. Бұл туралы премьер-министр ресми сайты хабарлады. қр үкіметінің 9 наурыздағы қаулысы бойынша Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы номер 689 қаулысына өзгерістер енгізілді. Көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесінде 35 және 36 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын. Мұғалімдер күні 5 қазан, қорғаныс өнеркәсібі қызметкерлері күні 6 қазан. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі, делінген хабарламада. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.